Қайырлы күн, әлеуметтік желі қолданушылары. Біз бүгін Нүкіс қаласында этнограф ғалым, тарих ғылымдарының докторы Ахмет Тоқтауи ағамызбен кездестік. Ағамызды 1997 жылы Зинолла Самашев бастаған сарайшық экспедициясына қатысушы екенін білеміз барлығымызда. Ағамыздың сарайшықтың Ақкөл атты мақаласы 1998 жылы Егемен Қазақстан газетінде жарық көрген болатын. Сол жарық көрген мақала негізінде біздер сарайшықта хан моласы қазбасын бастаған болатынбыз. Аға, өзіңіз сарайшық туралы тың деректеріңізбен бөліссеңіз. Ол енді сарайшық осы Қазақстан археологиясындағы әсіресе қала мәдениеті турасында бір ерекше нысан ғой. Сол Зейнолла Самашев 90 жылдардың ортасында ғой деймін, сол экспедиция жасақтап бастағанда сол 1-2 жыл мен де құрамында болдым. Бұл өте қызықтырды. Сарайшық, мысалы енді Отырар қаласын алатын болсақ, Отырар қаласы енді көне қала. Сонау Шыңғысхан заманынан жаңағы қирап қалып, одан кейін қазақ тарихына тікелей қатысы аздау ғой. Ал енді сарайшықты алатын болсақ, бұл қазақ хандығының Алтын Ордадан бөлінген кезіндегі жеке отау тігіп шыққан кездегі бір қалалардың бірі, басты қалалардың бірі болды. Сарайшық содан кейін нағыз сол көшпенділердің отырықтанған кезіндегі салынған қала деуге болады. Себебі сол үлкен қазақ халқының жеке мемлекет болып, жеке халық болып, сол Алтын Ордадан бөлініп шыққан кездегі осы сарайшық үлкен рөл ойнады. Сондықтан сол республика жұртшылығы экспедицияға үлкен назар аударып отырды. Сондағы жаңалықтарды, қазба жұмыстарын, неге десеңіз, бұл енді қазақтың төл қалаларының бірі деуге болады. Өзі басынан, фундаментінен бастап, ақырғы кірпішіне дейін сол қазақ тарихымен байланысты ғой, сарайшық қаласы. Содан кейін сарайшықтың жаңағы мынау қазақ тарихнамасындағы, қазақтың жаңағы шежірелік тарихнамасындағы да сарайшықта 7 хан жерленген деген сондай кезінде ол 20 ғасырдың бас кезіндегі қазақ баспасөзінде де жарияланған. Сондықтан сарайшықтың маңызы үлкен. Енді сонда бірден-бір объекті бұл сарайшыққа Қасым ханның келуі. Қасым хан сол замандарда Орта Азиядағы ең мықты хандық құрды ғой. 300 мың атты әскер шығара алатын сол қазақ хандығының жерінде, елінде көбейтті. Қазақтар 1 миллионға жуық халық болды деп, 300 мың атты әскер шығаратын халық болды деп, ел мемлекет болды деп Мұхаммед Қайдар Дулати жазады. Енді осы 1521 жылы Қасым ханның осында келіп, сосын 21 дейді, 23 дейді, қазір нақты өз дәлелденді ме сол Қасым ханның? 23 деп дейді, 21 деп дейді. Енді келешекте ол дәлелденеді ғой деп ойлаймын. Сонда Қасым ханның келуіне байланысты осы аңыздар мені өте қызықтырды этнограф ретінде. Неге десең, сол Қасым хан келгенде сол сарайшықта болып, содан кейін қазақтың жаңағы мына шығыс, батыс шекараларын сол заманға байланысты, сол замандағы геосаяси жағдайларға байланысты сол бекітіп, соны айтқан
айтқан деуге болады. Бұл қазақтың ең үлкен бір нәрсесі сол заманда ас беру ғой. Әз Жәнібекке арнап ас берді дейді аңызда. Сонда аңыз бойынша сонда мына сарайшық пен үйшіктің арасындағы ат бәйгесі болған екен. Енді біз білеміз, сарайшық пен үйшіктің арасы сол 50 шақырым жер. Сол замандағы сол аламан бәйгелердің бірі болған екен. Одан кейін сарайшық жайындағы тағы бір аңызда сол Қасым хан қазақ созақтан Қырымнан шақырып жаңағы ас өткізді, салбұрын өткізді дейді. Енді ханның салбұрыны деген бұл өзі әскери жаңағы машықтану әскери жаттығу ғой. Неге оны ол өткізді? Сонда жаңағы 1000-ға жуық құсбегі жиналған дейді қазақ созақтан. Ол құсбегілер сонау жаңағы мына шығыстан да, батыстан да, оңтүстіктен де, солтүстіктен де келгенге ұқсайды ғой. Ал енді ол құсбегілер жиналғанда ол әрбір құсбегінің жанындағы нөкерлері болады. Оның жаңағы итті баптайтын, оны алып жүретін бүркіттің өзінің бабы бар ғой. Сонда бір бүркітшінің жанында кемінде 5 адам десек, енді сонда 5000 адам жиналғанға ұқсайды ғой. Енді ол шындыққа сәйкес келеді. Неге десең, мына Хиуа ханы осы 19 ғасырда бір салбұрындар өткізгенде біз білеміз, сонда 3000-дай адам қатысқан екен. Ал сол Еділ мен Жайықтың ортасында сондай үлкен ханның салбұрын өтті дейді. Сонда ол салбұрын сол 1-2 аптадан 1-2 айға дейін созылады екен. Себебі бұнда бұл салбұрын деген бұл ханская, орысша айтқанда ханская коллективная охота, ұжымдық аң аулау. Бұл сол заманда Қасым ханның жаңағы өзінің бір сондай мемлекетінің әскери жаңағы қару күшінің бір көрінісі деп ойлаймыз. Себебі Еділ мен Жайықтың ол кезде сол Алтын Орда құлаған кез болатын. Оның Алтын Орданың жаңағы құландысында бірнеше мемлекеттер пайда болды. Әсіресе бұл мұсылман мемлекеттеріне жау мынау христиандық орыс күшейіп келе жатты. Соған байланысты мен ойлаймын, мынау сес көрсету деп жаңағы қазіргі замандағы бряцание оружием дейді. Сол ғой деймін, осы Қасым ханның жаңағы Еділ мен Жайықтың арасындағы осындай бір үлкен алып салбырын өткізуі. Анау жаңағы көшпенділік рухтың қайта ояндырып, сол мынау әсіресе Московияның, Москва Русының күшейіп келе жатқанына соған қарсы тұрудың сол бір көрінісі деп ойлаймын. Енді осындай аңыздарды, сарайшықтың аңыздарын жаңағы жинау барысында сол Қасым ханның ерекше сол қазақ хандарының енді атасы деуге болады бұл кісіні. Осындай сарайшыққа келіп, сосын сарайшықта жаңағы ол қайтыс болды ғой, қайтыс болып сонда жерленді. Сол жайында мен сол ауызша деректер бар ма деп енді алға осындай деректердің несіне жолыққаннан кейін осы ханның салбұрыны, сосын жаңағы сарайшық пен үйшіктің арасындағы ат бәйгесіне байланысты осындайды әңгімелерді естігеннен кейін мен сол құлшына түсіп, сол сарай кімнің моласы қай жерде, қалай жерленді екен деп сол іздей бастадым. Сонда кіммен кімнің ежелгі тұрғыны, үйшіктің, гүрліктің ежелгі тұрғыны, үлкен интеллигент адам, Шоқан Қаржауовпен 1-2 рет кезіп үйінде болып, сонда ол айтты, мен деді сол бұл
ежелден білем. Біз сол Қасым ханның жатқан жерін сол үлкен кісілер үнемі айтып жүретін. Содан кейін оның алдында ол кісі айтты, жаңағы Әлкей Марғұланның осындай экспедициямен келіп, сол сарайшықты қазған кезде мешіттің жанынан наубайхана таптым деп бізден сұрады. Ол наубайхана неліктен мешіттің жанына болды дегенде біз жауап бердік деді. Бұл ежелден енді мешітке қайыр садақа сұрап, ел көп келеді, көп адам жамағат жиналады, сонда жаңағы наубайхананың нанын үлестірген болу керек деп сонда Әлекең сондай бір біздің сөзімізге сондай керемет риза болды дейді. Осымен осыған жауап іздей таба алмай жүр едім, сендердің жауаптарың өте маған көңіліме қонымды болды деп айтты дейді Әлекең. Сонда сол Қасым ханды сол кезде бәрі білетін дейді жаңағы информатор. Тек қана кейбір адамдар сол Қасым ханды Көшім хан деп ауыстыратын дейді. Енді ол ондай бір халықтық фантазияда жаңағы Көшім мен Қасымның ауысып кетуі ол лайықты жағдай, ондай бола береді. Сонда сол Қасым ханның өзі моласын содан кейін бұл алғаш орыстар басып алғанда дейді, соны тонаған екен дейді. Тонаған екен. Бұл енді Қасым ханның жаңағы мавзолейі барлығынан жоғары тұрған, барлығынан жаңағы белгілі болған, енді сұрастырады ғой о заманда да. Сонда халық жақсы білген, сонда бірінші орыстар осы сарайшықты алғанда бірінші тонаушылық соғыстарын өзі орыс империясы ежелден өзі анау скиф сақтардың молаларын тонаудан бастаған ғой, осы қазақ арасын жаулап алуды. Ылғай өңшөңі Ресейдің жаңағы жалаң аяқ қайыршы кедейлерін жинап нанға тойғызамыз деп, сол 200-300-ден бригада жасап, соны артель жасап, сонда сол Қасым ханның жаңағы моласы сол кезде жаңағы қиратылуға, сосын жаңағы үңгіп қазып, соны сол кезде бұл бұзылған деп сол кісі айтты. Оған мен де сенемін, себебі сол әсіресе мына сарайшықтың бір қызығы, бұл сарайшық нағыз қазақ қаласы екені, бұнда сыртқы бекініс болмаған ғой. Қазақ үй жай, қора жайсасында сыртына бекініс салмайды ғой көшпенділер. Ол бір сондықтан мына сарайшық деген нағыз бейбіт қала болған өзі. Бейбіт қала болып, осы сол кезде жаңағы мынау Астана сарайшықты, жайықтың бойы сарайшық Астана келіп тіл алған деп айтылатын халық өлеңінде. Ол сол кезде мынау енді қазақтың өзінің осы астаналары әр жерде көрініс тауып отырған. Ол кездегі көшпенділік дәстүр бойынша хан қай жерге келіп туын көтерсе, көшіп жүрген әскери қосындармен келіп, мысалы сарайшыққа келіп жаңағы туын көтерсе, сол жер Астана болатын. Сонда сол Қасым ханның жаңағы келіп осында Қазақстанның жаңағы басына келіп туын көтерген жері сол халық өлеңінде жаңағы көрініс тапқан. Жайықтың бойы сарайшық, Астана келіп тіл алған деп. Сол заманда шыққан деп ойлаймын мен анау өлең. Ол өлең. Өзі 4 жыл өлең ғой, бірақ 4 жыл өлеңнің қандай мән мағынасы бар енді. Сондықтан қазақ халқының бұрынғы астаналары анау Созақ, оның ар жағында көне түркі астаналары, анау недегі қалалар. Оңтүстіктегі қалалар, одан кейін анау Орхон Енисейдегі қалалар, солардың бәрі, бұлар сол мемлекеттің басшысы, мемлекеттің ханы
әскери қолбасшы сол қай жерде келіп туын көтереді, сол жер Астана болған. Біз олардағы мынау отырықшы халық сияқты мәңгі Астана болмаған бізде. Өстіп көші-қонға байланысты, стратегиялық жағдайларға байланысты сол кезде қазақтың астанасы Қасым ханның кезінде сол Астана болған деп айтуға болады. Қазақтың басты қаласы деп айтуға болады. Енді сонда мен таңғалғаным жаңағы Қаржауов ақсақалдың әрбір өзі жасы ұлғайған адам сол әрбір нәрсені жаңағы кірпішпен қойғандай айтты. Кірпішпен қойғандай айтып, осындай. Сонда мен ойладым, бұл кісінің бірде-бір сөзінде жаңағы не жалған жоқ. Солай болып шықты ғой өзі де. Сонда өзі керемет мәдениетті, сондай сөзі де бір сізде сондай бір адам болатын, енді тек қана көзі көрмей алған. Ал енді Қасым ханның бұл қазақ мемлекетін нығайтудағы оның өлшеусіз рөлі бұл сол замандарда жаңағы бүкіл әлемге белгілі болған. Мына жақтағы парсыға да, орысқа да, қытайға да. Енді соңғы деректерде өздеріңіз білесіздер, мынау шығыс деректерімен көп шұғылданатын тарихшы Атығай, сол сарай кімде Қасым ханның алтын тақта отырған тапты ғой ол. Шынында да алтын тақ болған екен. Біз ойлайтынбыз баяғыда анау Абылай ханды кім Бұқар жырлағанда алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадым деп сондай бір мадақтама айтқаным ол енді аллегория, сондай бір әсерлеу десек, сол қазақтың хандарында жаңағы алтын тақтар болған. Соның сарайшықта сол Қасым ханның алтын тағының орнаған жері бұл. Өте қасиетті жер. Енді қазіргі мынау сіздердің археологиялық экспедициялардың өте жемісті болған. Себебі тура жаңағы ханның моласының үстінен түсіпсіңдер. Ары қарай зерттеулерің сол нәтижелі болсын, ғылыми өрістерің кеңейе берсін деймін. Біз сол сіздің Сарайшықтың Ақкөгілі мақалаңызды негізге алып, сол кезде сіз жазған екенсіз, Шоқан Қаржауов әкесі Мырзағали Қаржауов туралы айтты. Мырзағали Қаржауов сол Қасым ханның жанында жерленген екен, жерлендер деп айтты деп, 1933 жылы қайтқанды деп. Сонда сол әкесінің өсиетін орындаған ғой ол кісі. Сол қазақтың Қасым ханның жанына жерлендер. О заманда енді анау үлкен адамдар қайтыс болғанда сол атақты адамдардың, билердің, батырлардың киелі жерлерге қойылады, әулиелі жерлерге қойылады. Әулиенің жаңағы кірпішінен, оның жаңағы моласының үстіне кірпіші қойылады. Сонда болмаса жаңағы атақты адамдардың жанына жерлендер деп ол айтқаны, ол сол әкесінің өсиетін орындаған ол кісі. Сол жұмыстардың айналасында 2020 жылы қан моласы деп атау қойып, қазба жұмыстарын жүргізуді бастадық. 2 жылдай болды. Мырзағали Қаржауов жерленген жермен сізге алдағы уақытта ғылымда үлкен табыстар тілейміз. Ашатын жаңалықтарыңыз көп болсын. Аман жүріңіз. Рахмет. Енді мен тағы бір қосымша айта кетейін. Бұл осы хан моласыменен қатар мынау келешекте қайтадан қалпына келтіретін, енді мына біздің халқымыздың әсіресе мынау Атырау мен Ақтаудың мұнайының байлығы бар ғой, әлде жетеді. Мына Секеркөл. Бұл енді Секеркөл деген сол замандағы мына Әз Жәнібек ханның тұсындағы бір көшпенділердің сән салтанатын көрініс беретін бір ерекше бұл құбылыс. Бұрын мына Наурыз мейрамдарында, әсіресе Наурыз мейрамдарында біздің қазақтың жаңағы байлары, билері сол шекер төктіреді екен. Шекер төктіріп, соған жаңағы аққу құстарын шақырып, сондай бір салт болған. Содан кейін салдама оқылған. Ал енді сол мен оны аңыз деп жүрдім. Кейін Мәшһүр Жүсіп Көпеевтен басқа да Наурыз туралы, Наурыздың жаңағы
қадір қасиеті Наурыздың да орындалатын әртүрлі көріністерді зерттеп байқағанда, сонда Секеркөлдің шындық екеніне мен көзім жетеді. Сол жерде жаңағы шекерді төктіріп, одан кейін жаңағы аққу құстар келіп соған келеді екен. Сонда сарайшықтың қыздары су алуға келгенде, жаңағы мен аққуды сырып жібереді екен де су алады екен дейді. Сол да шын. Неге десең, мен ойладым, бұл аққудың бәрі қашып кетпей ме анадан, қалай бұл деп. Мына Моңғолияда экспедицияда жүргенде, анау аққулардың адамнан қорықпайтыны соншалық, кәдімгі көлдің суға түсесің ғой, сонда дәл жанында жүреді. Сонда сарайшықтың қыздары аққуды бүйтіп сырып жіберіп, содан су алады дегенде мен сонда көзім жетті. Мына көшпенділер ежелден білесіз, бұл табиғатқа зиян келтірмеген ғой. Табиғаттың тіпті жыланын да өлтірмеген. Аққу құсты. Ал аққу құс деген біздің ең бір сакральды, ең бір қасиетті жаңағы қос аққу деген әсіресе. Содан көрдім мен, себебі ана Моңғолиядағы қазақ моңғол болсын аққуға тиіспейді. Аққуды ерекше көреді. Сонда мен суға түсіп жатқанда жанымызда тұрып аққу құстар жүзіп жүрді. Содан кейін мен алғаш келіп жаңағы этнографиялық материалдарымды жинай бастағанда, бір орыстың кемпіріне мен осы жерде бір көл болған ба, Секеркөл деп мен сұраймын, мен қазақта Секеркөл дейді. Ана орыстың кемпірі айтты маған, Лебединое озеро ма деді. Сонда ана орыстың кемпірі, соны сарайшықтың кәрі тұрғыны, ана Секеркөлді Лебединое озеро, аққу көл деп атап кеткен. Ол сол алғашқы қоныстанушылардың бәрі, сол өзі сарайшықты алғаннан кейін сарайшықтың жаңағы мешітін құлатып, оған шіркеу салды ғой, соның кірпішіне. Ол орыстардың өздері айтады, сол жерде тұрғындар. Осы Гурьевтің тұрғындар, купец Шамполов деген болған, өте бір сондай пысық адам болған. Сол сарайшықты жаңағы алтындарын іздеп, нетіп таң сәулесіменен тұрып, қайықпен жүзіп, сол алтындар сол кезде таң сәулесінде көрінеді екен ғой. Оның бәрі шындық. Сонда жаңағы Секеркөлді бұл осындай бір Жәнібек ханның тұсында осындай бір көл болған. Осы жерде аққулар жүзіп жүрген. Оны аққуды да қазір жүргізуге болады. Оны сондай бір мемлекеттік дәрежеде соны қайтадан қалпына келтіру керек деп ойлаймын мен. Себебі ол сол сарайшықтың сән салтанатының, қазақ мемлекетінің, қазақ елінің бір кереметтей осы табиғатты аялау, табиғатпен бір тұтас жасап кеткенінің көрінісі ретінде Секеркөлді біз қайтадан қалпына келтіруіміз керек. Рахмет аға, ұсынысыңыз үшін. Аман есен жүріңіз. Қылымда табыстар тілеймін. Отбасыңыз аман болсын. Алдағы уақытта бірлескен жұмыстарды іске асырамыз деп ойлаймыз. Табыстар тілейміз дейік. Рахмет сіздерге.